Адам баласы мына өмірде екі адамнан сақ болу керек. Оның бірі саған күні түскенде әкелеп-көкелеп шаруасы біткен соң сені іздемес түгіл, саған сәлем беруге де жарамай қалатын хамелеон адамдар. Екіншісі, сөзі басқа, істейтін ісі басқа екіжүзділер. Ондай адамдар сені әкем-көкем деп отырады да, ту сыртыңнан пышақ ұрып, ғайбаттап, қара жерге ұрып отырады. Ашы болса да шындық, ондай адамдар біздің өмірімізде көптеп кездеседі. Бетіңе күле қарағанның бәрі дос емес. Дос таңдаудан қателеспеу керек. Әркім қара басын ойлайтын заманда сені түсінетін, сені қолдайтын жанның болуы үлкен нығмет екен ғой. Кейде төбеге қараймыз деп, төмендегіні ұмытамыз. Жазықты көреміз деп, жанымыздағын ұмытамыз. Өмір бізге кепілдік бермейді, мүмкіндік береді. Мүмкіндікті таңдаудан қателеспейік. Уақыт шіркін бір орында тұрмайды. Құздан ұшқан қыран құстай зырлайды. Тірлік жолы тегіс емес тақтайдай, өмір деген бір қуаныш, бір қайғы. Тағдырға қай пендеңде бағынады, жастығын ауық-ауық сағынады. Адамға ғұмыр қымбат бір берілген, сондықтан өткіз оны мағыналы. Күн өткізген кекшіл болар өштікпен, уақыт сая мағынасыз бос күткен. Біле білсең өлшенеді өмірің, еңбекпенен, бақытпенен, достықпен. Біліп айтса бәз біреу үндемегің, озып жатса көршіңді күндемегің. Жуас деп жолдасыңды жүндемегің, бойынан кінә тауып күндемегің. Тіке айтудың түкке де жоқ керегі, аңқау адам не айтса да сенеді. Қасқыр менен қасқыр болған қауіпті, айлаң жетсе арыстан да көнеді. Мадақ болар үлкеннен де жастан да, төбең жетер тәтті сөзден аспанға. Халқың қолдап шаң басса да, жетсен де құрметті көтере алмай мастанба. Адам емес адамды алалаған, сөз ішінде өсек пен жала жаман. Неге адамдар бірін-бірі алдайды, сан құбылып жеткізеді мән жайды. Өсек деген нағыз қырсық өлмейтін, қайда барсаң қыр соңыңнан қалмайды. Бақыт деген өте шығар түс дейді, бақыт деген келіп қонар құс дейді. Бізше бақыт жаратқанның сыйлығы, ал жаратқан өз дегенін істейді. Таза жеміске құрт үйір келеді, таза адамға жұрт үйір келеді. Кәрілік киімге тиген шаң емес, қағып тастайтын. Өсек отынға қойған тал емес, жағып тастайтын. Шайыңды ішіп отырып, сыртыңнан тон пішіп отыр. Ең мұңсыз адам еңбектен абырой алған адам, ең құнсыз адам жұмысынан айырылып қалған адам. Сол бір қайыры жоқ сөздерге көңілің сонша түсті ме, сені олардың сөзі қайғыртпасын. Жүрегіңді ешкімге байлама, дүниеде ондағы адамдар сияқты уақытша. Көп уайымға салынба, сенен не алынса сол сенің жақсылығың үшін. Сөз түсінер адам сөздің шырынын іздеп тұрады, сөз түсінбейтін адам сөздің шірігін іздеп тұрады. Сөз аузыңнан шыққанша ғана сенікі, ал аузыңнан шыққан соң оған ие бола алмай қаласың. Айтылмаған шер мұңлы, уақыты өткен сөз мұңлы. Бір сөзге сабыр ете алмаған көп сөз естеді.
Адамның айтқан сөзі ішкі жан дүниесінен сөзіліп шыққан айнасы. Алла алдындағы ең жақсы сөз шын сөз. Адамның айтқан 1000 сөзінен гөрі жасаған бір ісі оның қандай екенін көрсетіп береді. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Арттағы сөзің мен ісің қалса, өлсең де өлмегенмен тең боласың. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын. Сиыр сипағанды білмейді, жаман сыйлағанды білмейді. Барлық адамдардың көңілін өзім сияқты деп ойлама. Алыстағандардан алыстап, жақындағандардан жақындап үйрен. Басыңа іс түскенде келетінінен кететіні көп екенін ұмытпа. Біреудің ескі қатесін жариялап қайтесің. Жығылып жатып сүрінгенге күлме. Көп кешікпей өзің де жетесің. Өзгелерге ор қазу туралы ойлағаннан гөрі өзің шығатын жотаны ізде. Өзгелер сенің болашақта кім болатыныңызды және қандай ізгі мақсаттардың жолында тырысып келе жатқаныңызды мүлдем білмейді. Егер білсе, олар жеке басыңыздың қасиеттеріне емес, дәл осы мезгілдегі жағдайыңызға, қол жеткізген жетістіктеріңізге қарай баға бермеген болар еді. Заманға таң қалма, адамға таң қал. Мал дүниенің опасы, иман жанның сапасы. Имансызға пеш жоқ, имандының көңілі тоқ. Кей жаманның тілі бар, ашылығы умен тең. Айтқан сөзі ақмақтың, адам ішпес сумен тең. Жамандар сөйлей білмейді, жөніне тыныс жүрмейді. Ешкім сенің қайғыңа назар аудармайды, бірақ қателіктеріңе тоқталады. Сенен көңілім қатты қалды дейді. Бірақ маған ренжіп қалған жоқсың ба деп сұрамайды. Бұл пендедегі әлсіздік. Ынсап болмаған көңілде адамгершілік болмайды. Жалғандық қаптаған ниетте ақиқат болмайды. Күмән басқан қиялда тыныштық болмайды. Қате басқан қадамда дұрыс іс болмайды. Бидайдың басының көтергені дақылдың жоқтығы, адамның көкірегін көтергені ақылының жоқтығы. Біреуді бақытты қылу үшін алдымен өзің бақытты болу керексің. Өзіңнің денің сау болу керек. Өзіңнің білімің толық болу керек. Сол кезде сен басқа адамдарды бақытты қыла аласың. Барлық дүние қайта айналып келуі мүмкін, бірақ сен қажет қылмайтын кезде. Сондықтан ағаштан жеміс күтсең, бұтағын сындырма, адамнан үміт күтсең, көңілін қалдырма. Мен жылаған істерге сен жылайсың бір күні, сен күлетін күлкіні мен күлемін бір күні. Өмір деген осылай, алма кезек дүние, қозы жегін түлкіні бір жейді бір күні. Арнама тіркеліп қолдау білдіріңіз. Жақындарыңызға жіберуді ұмытпаңыз.